Сәлеметсіңдер ме балалар? Көңіл күйлерің қалай? Бүгінгі сабаққа дайынбыз ба? Олай болса, сабақтың тақырыбын білу үшін суретке назар аударайық. Суретте нені көріп тұрсыңдар? Оларды бір сөзбен қалай айтсақ болады? Дұрыс айтасыңдар. Олар адамның дене мүшелері. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы адамның дене мүшелері. Бүгінгі сабақта сендер адамның негізгі дене бөліктерімен және олардың қызметімен танысасыңдар. Тірек сөздерді үш тілде айтып үйренетін боласыңдар. Адамның дене мүшелері: бас, мойын, дене, қолдар және аяқтар. Мінеки балалар, адамның негізгі дене мүшелері. Әр бөлікке жеке-жеке тоқталайық. Бас мүшелері: шаш, қас, құлақ, көз, мұрын, ауыз, мойын. Аяқ жамбас белдеуі: табан, башпайлар, жіліншік, тізе, сан. Қол, иық белдеуі: иық, шынтақ, білек, білезік, саусақтар. Әр дене мүшесі түрлі қызмет атқарады. Баста ми орналасқан, денеде жұлын орналасқан. Мойын адамның басын қозғалтуға және де бас пен денені байланыстыратын қызмет атқарады. Аяқ негізгі тірек қимыл мүшесі болып табылады. Адам аяқтың көмегімен жүгіреді, секіреді, тұрады, отырады. Қол шынтақ арқылы бүгіледі. Адамның қолы түрлі қимыл қозғалыстар жасай алады. Балалар, енді тірек сөздерді үш тілде айтып үйренейік. Менімен қайталаңдар. Мұрын, нос, наус. Тағы да: мұрын, нос, наус. Жарайсыңдар. Көз, глаз, ай. Көз, глаз, ай. Тамаша. Келесі тірек сөз: құлақ, ухо, Тағы да қайталайық. Құлақ, ухо, Балақайлар, ендігі кезекте сыңарын тап ойынын ойнайық. Назар аударайық. Көз сөзінің ағылшынша аудармасы. Ай. Енді құлақ сөзінің орысша аудармасы. Ухо. Nose, яғни мұрын сөзінің ағылшынша аудармасы. Nose. Нос сөзінің қазақша аудармасы. Мұрын. Қанекей тексерейік. Жарайсыңдар балалар, барлық жауаптар дұрыс. Балалар, сендерді бүгінгі сабақты жақсы түсінді деген ойдамын. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.